Армысыздар, құрметті көрермендер, бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымы Бөрлі колледжіне арналатын болады. Дәл қазіргі таңда аталмыш оқу орнында қанша студент білім алып жатыр, олар қандай мамандықтарды игеріп шығады. Шығарылымымыз осы турасында болмақ. Бөрлі колледжі Орал ауыл шаруашылығы механизациялау техникумының базасында негізі қаланған. Деректерге сүйенсек, Орал қаласынан 1963 жылы Бөрлі ауылына көшірілген. Кезінде түрлі білікті кадрларды дайындап, елімізге белгілі болған оқу орны аға буын салған сара жолды бүгінде жалғастырып келеді. Дәл қазіргі таңда білім ордасында 450-ден астам студент мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы, электрмен қамтамасыз ету, автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, банк және сақтандыру ісі, орман шаруашылығы, ландшафттық дизайн, есеп және аудит мамандықтары бойынша білім алып жатыр. Колледжде соңғы жылдары дуалды оқыту жүйесі қолға алынған. Ол дегеніңіз теорияны өндіріспен ұштастыра отыра, студенттің өз мамандығын толық меңгеріп шығуына ықпал ету. Ең біріншісі қазір бағыт дуалды оқыту дейді. Мұны біздер кәсіпорындармен келісімшартқа отырып, 40% бізде, 60% кәсіпорындарда білім алып жатыр. Одан басқа осы бағдарламаларды жоспарға сәйкес шефтік колледждер деп жатыр. Шефтік бізге шефтік бойынша 7 мекемемен 7 мамандық бойынша шефтік келісімшартқа отырдық. Осы бәрімен жасадық. Одан басқа да осы жұмысшы мамандықтар